үйленсе үйленбейсің ба деп ақыл үйретеді да, как будто өз күшімен үйленген ұқсап. 99% әке-шешесі үйлендіреді көбісінің. Мамасы үйлендіреді, или кредитке үйленеді. Олай бәріміз де үйлене аламыз негізі. И то саған ақыл үйретеді да, ерте үйленсең, ерте есет балаң өзіңмен бірдей дейді. Дұрыс қой негізі, бірақ екінші жағы бар да. Мәселе ерте есейгенде емес, мәселе дұрыс понятие беруде де. Не количество, качествода да. Дұрыс ақыл, понятие беру, бақытты болу, бұл өмірде өзін орын тауып, ақ қарасын ажыратып, түсіндіріп беру да. А ол үшін не істеу керек? Өзің өмір сүруің керексің. Ертең балаң өзімен бірде есейіп, сосын сенен сұрайды, батя, мен не істеймін дейді. Сол кезде сен не деп жауап бересің? Мен сенімен бірде есейдім ғой дейсің ба, или не айтасың? Сондықтан жігіт бірінші өзі өмір сүру керек, көру керек.